Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілінен кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климат және табиғат. Бүгін сабақта проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап береміз. Етістіктің есімше, көсемше тұлғаларын тілдесім барысында қолданамыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда етістіктің есімше және көсемше тұлғаларымен танысамыз. Есімше бірде есім сөздердің, бірде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі. Есімше есімдерше түрленіп, яғни септеліп, тәуелденіп, көптеліп, есімнің қызметін атқарады. Мысалы, білгенге маржан, білмеске арзан. Есімше жіктеліп, етістіктің қызметін атқарады. Жұрнақтары ған-ген, хан-ген, оқыған, білген, айтқан, ар-ері және болымсыз етістіктің жұрнағынан соң сыр жұрнағы жалғанады. Айтар, көрер, санар. Атын, етін, итін, итін. Мысалы, баратын, келетін, тыңдайтын, сөйлейтін. Мақ, мек, бақ, бек, қақ, бек. Мысалы, болмақ, жазбақ, сезбек. Көсемше бірде үстеудің, бірде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі. Көсемше іс-әрекеттің жай-күйін білдіріп, үстеудің қызметін атқарады. Мысалы, ол мектепке қарай асыға жүгірді. Сен сөзіңді анықтап айт. Осыны білгелі келдік. Жіктеліп немесе көмекші етістікпен тіркесіп, қимылды білдіріп, етістік қызметін атқарады. Жұрнақтары а-е-и. Мысалы, олар айтады, көреді, тыңдайды. Ып-іп-ты. Мысалы, жайлауға барыпты. Ғалы келі, қалы келі. Мысалы, үлкендер бізге осыны айтқалы жүр. Балалар, қалай ойлайсыздар? Климат не себепті өзгеріске ұшырап жатыр? Дұрыс айтасыздар. Атмосферада болып жатқан түрлі құбылыстар, табиғаттың, ауа райының ластануы, ғаламдық жылыну, осылардың барлығы климатқа түрлі өзгерістер алып келуде. Оқушылар, жауап алу мақсатында біз сұрақты қолданамыз. Қазақ тілінде сұрақтың екі түрі бар. Жабық сұрақ, яғни төменгі дәрежелі сұрақ, және ашық сұрақ, жоғары дәрежелі сұрақтар. Жабық сұрақ нақты, қысқа жауапты қажет ететін сұрақ. Мысалыға, Ұлы Отан соғысы қашан болды? Ұлы Отан соғысы 1941-1945 жылдар аралығында болды. Ал түсіндіруді, көзқарасты білдіруді қажет ететін сұрақ ол ашық сұрақ. Мысалыға, қалай ойлайсың? Не себепті климат өзгеріске ұшырап жатыр? Бұл түрлі көзқарасты, түсіндіруді қажет ететін сұрақ. Келесі тыңдалым тапсырмасына назар аударайық. Әлемдік климат бүкіл тарих барысында кезең-кезеңімен өзгеріп отырды. Алайда, соңғы кездердегі ғаламдық атмосфера процестері үрей тудыруда. Климаттың өзгеруі біздің өмірімізге түбегейлі әсер етуі мүмкін. Бір қызығы, климаттық өзгерістің салдары әрдайым жағымсыз бола бермейді. Мәселен, солтүстік Еуропадағы қыстың жұмсақ болуы жыл сайын үсіктен қайтыс болатын адамдар санын 5%-дан 50%-ға дейін төмендете алады. Климаттың кішігірім жылынуы бүкіл Еуропа бойынша вегетациялық кезеңді ұзартып, мол өнім алуға мүмкіндік береді. Бұл сондай-ақ әдетте оңтүстікте өсетін жүгері мен өзге де дақылдарды өсіруге жағдай жасайды. Алайда ауа райының қатты ысуы осы жағымды құбылыстарға кері әсерін тигізуі мүмкін.
Температура Цельсий бағаны бойынша 3 градусқа көтерілсе, жер құрғап, өнім азайып, агродақыл түбегейлі өзгерер еді. Бұл сонымен қатар ауыл шаруашылығын бүкіл әлем бойынша құрдымға жіберуі мүмкін. Солтүстік Еуропада маусымдық бактериялар қыстың қақаған аязынан бұдан былай жойылмас еді. Және тропикалық аймақтардан тыс жерлерге тарай алатын тері обыры мен безгек сияқты ауру түрлері әлем бойынша жиі орын алар еді. Ғаламдық температура жоғарылағанда поляр мұздықтары еріп, теңіз деңгейі көтеріледі. Сөйтіп, жағалау бойында халқы өте тығыз орналасқан Бангладеш, Үндістан, Қытай сияқты теңіз деңгейінен төмен жатқан елдерге қауіп төнеді. Және дүние жүзі бойынша маусымдық су тасқындары мен дауылдар жиілей түседі. Кейбір елдер осындай қауіп қатерден сақтану үшін жаңа қауіпсіздік шараларын ойластыруда. Мұндай шараларға теңіз деңгейінің көтерілуінен қорғайтын жағалау бекіністері, су тасқыны болатыны туралы тұрғындарды алдын ала ескерту жүйелері, күшті әрі жиі соғатын дауылдарға төзімді ғимараттардың салынуы, және төтенше жағдайлардағы көшіру мен ұйымдасу процедуралары жатады. Барлығымыз назарымызды экранға аударып, берілген проблемалық сұрақтарға мәтіннен деректер келтірейікші. Жарайсыңдар балалар, өзіміздің жауабымызды экранда берілген нұсқамен сәйкестендіріп көрейік. Климаттың жылынуының қандай пайдасы бар екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, үсіктен қайтыс болатын адамдар санын төмендете алады. Мол өнім алуға мүмкіндік береді. Оңтүстікте өсетін жүгері мен өзге де дақылдарды өсіруге жағдай жасайды. Ғаламдық температура жоғарылағанда қандай жағдай орын алады? Дұрыс айтасыңдар балалар, поляр мұздықтары еріп, теңіз деңгейі көтеріледі. Поляр мұздықтарының еруі не себепті қауіпті? Дұрыс айтасыңдар балалар, себебі дүние жүзі бойынша маусымдық су тасқындары мен дауылдар жиілей түседі. Қауіп қатерден сақтану үшін қандай қауіпсіздік шараларын ұйымдастыруға болады? Дұрыс айтасыңдар балалар, жағалау бекіністерін салып, алдын ала ескерту жұмыстарын ұйымдастыруға болады. Оқушылар, назарымызды экранға аударайықшы. Суреттерге қарап, сөйлем құрастырайық. Сөйлем соңындағы сөзге төмендегі жұрнақтарды жалғап жазайық. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз менің нұсқаммен сәйкес келетініне сенімдімін. Өзіміздің жауабымызбен сәйкестендіріп көрейікші. Түнімен бұршақ жауған еді. Аспан бұлттанып, жаңбыр жаумақшы. Енді қар аралас жаңбыр жауар, не қатты боран болар. Осы мезгілде ылғи да қар жауатын. Сіздердің де жауаптарыңыз осындай екеніне мен сенімдімін. Оқушылар, берілген етістіктердің түрін анықтап, есімше мен көсемшелерді дұрыс белгілейік. Олай болса, оқушылар, экрандағы дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көрейік. Соғады. Дұрыс айтасыздар, көсемше. Көрмес. Дұрыс айтасыздар, есімше. Жауапты. Дұрыс айтасыздар, көсемше. Салады. Дұрыс айтасыздар, көсемше. Келмек. Дұрыс айтасыздар, есімше. Баратын.
Дұрыс айтасыздар, есімше, ертеді. Дұрыс айтасыздар, көсемше. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап бердік. Етістіктің есімше, көсемше тұлғаларын тілдесім барысында қолдандық.